Барыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге пеште дайындалатын наггетстердің рецептін ұсынамын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар және де лүпіл комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бұл наггетсылар өте жұмсақ болып шығады және де майсыз пісіріледі. Сол себептен де сіздерге рецепт қатты ұнайды деген ойдамын. Ол үшін ең алдымен тауықтың төс етін ортасынан екіге бөлеміз. Одан соң видеода көрсетілгендей ұзынша қылып осылай турап шығамыз. Одан соң осы тауыққа арналған маринадты жасаймыз. Яғни бұл маринад наггетсіға арналады. Ыдысқа 3 жұмыртқаны саламыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш және де әртүрлі дәмдеуіштер саламыз. Сіздің үйіңізде қандай дәмдеуіштер бар, солардың барлығын қосуға болады. Егер наггетсінің ащы болғанын қаласаңыз, онда қызыл бұрышты да салуды ұмытпаңыздар. Мен паприка саламын, кішкене аскөк саламын. Және де міндетті түрде кішкене қызыл бұрыш салдым. Барлығы да өзіңіздің қалауыңызша дәміне қарай. Тек қана тұз, бұрыш салсаңыздар да болады. Дәмдеуіштер міндетті емес. Жақсылап араластырып қоямыз. Енді осы тауықтың етіне біздің жаңағы дайындаған маринадты салып араластырамыз және де кемінде 30 минутқа қойып қоямыз. Оның холодильникте тұрғаны жақсы, кемінде 30 минут, ең көп дегенде 8 сағат, 12 сағатқа қойып қойсаңыздар болады. Дәмі сіңіп, кішкене көлемі үлкейеді. Ал енді ыдысқа осындай панировочный сухари деп аталады, қытырлақ нанның үгітілген түрі. Соған біздің маринадталған тауықтың төс етін аунатып, біздің осылай төселген пергамент қағазына салып шығамыз барлығын. Видеода көрсетілгендей істейміз, жақсылап аунатамыз. Бір рет аунатсаңыздар жеткілікті. Енді барлығын осылай салып шығамыз. Егер сіздерде пергамент қағазы болмаса, онда противеньге майды жағып сала берсеңіздер болады. 180 градуста 30-35 минуттай пісіреміз. Наггетсі піскен кезде бірден жей беруге болады. Өте жұмсақ болып шығады. Маған сеніңіздер, өте керемет болып шығады. 30-35 минутта бірден тез пісіп шығады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Бұл менің жолдасымның ең сүйікті тағамына айналды. Сіздерге де ұнайды деп ойлаймын. Міндетті түрде лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлжанат.